Сәлем достар. Бүгін мен Қазақстан тарихының ең маңызды беттерінің бірі 1986 жылғы желтоқсан көтерілісі жайлы айтамын. Бұл кеңестік империяның темір тұсауына қарсы шыққан қазақ жастарының ерлік оқиғасы. 1985 жылы Михаил Горбачев КСРО басшысы болып тағайындалды. Ол қайта құру және жариялық деген жаңа саясатты жариялады. Дегенмен орталықтың республикаларға деген отарлық көзқарасы өзгере қойған жоқ. 1986 жылы 11 желтоқсанда саяси бюроның мәжілісінде қазақ компартиясы орталық комитетінің бірінші хатшысы Дінмұхамед Қонаевты қызметтен босату туралы шешім қабылданды. 16 желтоқсанда бұл шешім жарияланып, оның орнына Қазақстанмен еш байланысы жоқ Грузияда жұмыс істеген Геннадий Колбин тағайындалды. Бұл шешім қазақ халқын, әсіресе жастарды терең жарақаттады. Өз жерінде өз халқынан басшы шықпай Мәскеу тағы да шет адамды жіберген еді. 17 желтоқсан күні таңертеңгі сағат 7-8-дерде шамамен 200-300 адам орталық комитет пленумының шешіміне қарсылықтарын білдіретін ұрандармен Қазақстан компартиясы орталық комитеті үй алдындағы алаңға жиналды. Қазақстан орталық партия комитетінің келісімімен алаң тәртіп сақшылары мен ішкі әскерлердің күшімен қоршалды. Жазалаушылар демонстранттар қатарына сыналап кіріп, жастарды ызаландырды, намысына тиді. Қарусыз жастардың қолына тас пен мрамор сынықтарын алудан басқа амалы қалмады. Бейбіт демонстрация қанды қақтығысқа айналды. Жастар өлтірілді, жаралылар болды, жүздеген адам тұтқындалды. Ұсталған 87 адамға Қазақ КСР қылмыстық кодексінің 65-ші бабымен айып тағылып, қамауға алынды. Желтоқсан көтерілісінің қаһарманы Қайрат Рысқұлбековке ең жоғары жаза, өлім жазасы ату үкімі шығарылды. Көптеген жастар жұмысынан, оқуынан айырылды. Мемлекет бұл оқиғаны ұзақ жылдар бойы бұзақылар толқуы деп жасырды. 1906 жылғы желтоқсанда демократиялық ұлттық қозғалыс өрбіді. Оның қозғаушы күші болып демократиялық рухты басшылыққа алған ұлттың барша тобынан шыққан жас буын болды. Бүгін тарихшылар бұл оқиғаны Қазақстан тәуелсіздігінің іргетасы деп бағалайды. Желтоқсан жастары 1991 жылғы тәуелсіздікке жол ашты. Олар атылды, қамалды, жазаланды, бірақ рух сынбады. Сол желтоқсан жастарының арқасында бүгін біз тәуелсіз еліміздің азаматтарымыз. Видеоны лайктап, каналға жазылуды ұмытпаңдар. Келесі видеода кездескенше